Балалар, енді мына баяндауыштың сұрағына жауап беріп тұрған жоқ сияқты. Бұл қалай баяндауыш болады деп айтып жатады менің оқушыларым. Дәл солай талдап көрейік. Жаңа айтқанымызда, ол мұғалім. Кім? Ол. Бұл бастауыш болады, иә? Негізі біз баяндауыштан бастап табуымыз керек қой, бірақ енді түсінікті болсын деп мен әдейі бастауыштан бастап тауып жатырмын. Ол мұғалім. Ол кім? Ол мұғалім. Бұл жерде кім деген сұраққа жауап бергенмен бұл баяндауыш болады. Неге? Өйткені ол баяндауыштың орнында тұр. Біз айттық, баяндауыштың орны сөйлемнің аяғы дедік. Сондықтан баяндауыштың орнында тұрғандықтан бұл заттанып тұр, бірақ не істеді деген сияқты сұраққа жауап беріп тұр. Не істеді деген сұраққа жауап беріп тұрған жоқ. Кім, не деген сұраққа жауап беріп тұр ғой. Бұл жерде кім деген сұраққа жауап беріп тұр, бірақ баяндауыштың орнында тұрғандықтан ол баяндауыш болып сөйлемді аяқтап тұр. Яғни баяндауыш сөйлемді тиянақты етіп сөйлемді аяқтап тұрады. Яғни мынау аяқтап тұрған сөйлем болып тұр сонда бізде. Екінші сөйлемге қараймыз. Табиғат өте әдемі. Бұл жерде де қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, ол әдемі деп, бірақ сонда да оны біз баяндауыш деп белгілеп жазамыз. Шартты белгісін баяндауыш қыламыз. Неге? Өйткені тағы да жаңағыдай баяндауыштың орнында тұр. Енді келесі сөйлем, ауа райы жақсы. Бұл жерде де қандай деген сұраққа жауап беріп тұрғанмен біз бұны баяндауыш дейміз, өйткені ол баяндауыштың орнында тұр. Төртінші сөйлем, Абайдың ауылы осы. Қайсы? Осы деп тұр, бірақ сонда да біз бұны сөйлемді аяқтап тұр, сөйлемді тиянақтап тұр деп баяндауыш қылып белгілей береміз. Енді бұл қай сөз таптарынан болғанына тоқталып өтейік. Мұғалім, кім? Зат есім болып тұр. Зат есімнен болған баяндауыш бұл. Екінші сөйлемде табиғат өте әдемі. Қандай? Сын есімнен болған баяндауыш. Ауа райы жақсы. Қандай? Сын есімнен болған баяндауыш. Абайдың ауылы осы. Бұл есімдік. Есімдіктен болған баяндауыш. Осы деген сілтеу есімдігі. Қайсы? Осы. Қолын шошитып көрсетеді ғой. Указательное местоимение деп. Сондағы баяндауыш. Есімдіктен болған баяндауыш болып тұр. Осы менің оқушыларым көптен шатасатыны, апай бұл деген бастауыштың сұрағында тұр ғой. Апай мынау деген жағы анықтауыштың сұрағына жауап беріп тұр ғой, оны қалай баяндауыш дейміз деп менің оқушыларым шатасып қалып жатады кейде. Сондықтан арнайлап сіздерге айтып жатырмын.